Достар, бізге тіркелуге ұмытпаңыздар. Супер, да, Акай? Вау. Классно, да? Жасаймыз ба? Давай, кеттік. Вау, достар! Жаңа ғана Ақан екеуміз тиктоктан күшті тренд көрдік. Соны қайталаймыз ба? Я! Достар, дәл қазір біз тиктоктағы трендті қайталайтын боламыз. Бұл қандай тренд деп ойлайсыңдар? Комментария жаза беріңдер. Ақанда болса рифленый чипсы. Қандай сенде, Ақан? Қандай? Менде лобстер. Менде чили лайм. Бұлай болса кеттік! Қазір ең бірінші біз бұны кішкене сындыратын боламыз, сосын үстінен біз кесеміз. Видеода көргенде барлығын жасайтын боламыз. Және де бізге ең басты ингредиент ол чипсы. Сосын Ақан не керек айтып шық балалар? Огурец, помидор, тауық керек. Тауықты міндетті түрде осылай әдемілеп қуырып шығасыздар. Қуырып, тұзын, бұрышын өздерің білесіңдер. Содан кейін қиярды кубикпен, помидорды кубикпен кесіп, майонез немесе қаймақ қолдансаңдар болады. Ал біз болсақ не қолданамыз, Ақан? сметана. Қаймақ қолданамыз. Бізде 15% қаймақ. Ал енді ақырын былай сындырамыз. Қатты ұрма, жыртылып кетеді, Ақан. Былай. Қатты керек емес. Достар, осылай асымайық сендерге. Неке, менікі оны сынды. Достар, бұл чипсыды бұлай ашпайсыңдар, осылай ашамыз. Ол үшін бізге қайшы керек. Неке, қазір Ақаның лобстерін ашқандай. Лайм и чилиді осылай ашып, қиып аласыздар. Сол кезде бұл ыдыстында керек емес. Ыдысқа салмай-ақ осылай жеуге болады. Иісі күшті. Мінеке, осындай болып шығады. Достар, Ақан өзіндікін көрсете ғой. Ал достар, қараңыздар, іші осындай болады. Неке, Ақан өзіндікін көрсетті. Ал достар, мен қазір мынан үшін қияр салам. Мен сияқты аккуратно салыңдар. Бәрін сразу сала салайыншы, миымды ашытпай, е, достар. Төптім ау. Ақанчық. Мә, достар, маған ыдыс та керек емес. Рахат қой мынау, ыдыс жумайсың. Енді үстіне сметана саламыз. Қатты үзе бермесең, жей алмай қаласың. Мен майонез алмаймын, өйткені майонез өте жирный. Сондықтан бізге тек сметана жейді. Я видел уже. Ақан кәдімгідей сындырып жатыр. Мен олай сындырмаймын, өйткені маған кішкене чипсылардың долькалары болған ұнайды. Менде ашы. Ал достар, мен араластырып жатырмын. Енді қазір Ақан өзінікін салатын болады. Мен өзінікін араластырып жатырмын. Вау, достар, Ақан менен де күшті салады. Вау, достар, это что за салат? Ертең қонаққа қоятын салат қомна кәдімгі. Уай, не дамайсың. Не қою керек? Көп салма? Ты сама көп салды. Күшті иісі вообще идеально ғой. Достар, неке, Ақандықын араластырып көмектесіп жатырмын, өйткені бұл кішкене қиын да балаға жасауға. Өздерім бірақ жаман қарады ғой, Ақан. Ойбай-ай, көмектеспейін ба енді? Негізі майонезбен де күшті болушы еді, но бізде правильное питание. Десен да, чипсымен, достар, правильное питание. Дайын болды, рахмет. Достар, қазір тұра тұрыңдар. Көтер. Достар, мінеке біздің уже салат дайын болды. Мен ойым, маған иісі ұнап тұр. Кәдімгі, знаете, сухарики қосылған салаттарға ұқсайды екен иісі. Менікі чили лайм ащы болады. Білмеймін, ащы кім жақсы көреді, комментария жазып кетіңдер. Егер де ащы туралы көбірек видео түсірсеңдер, тоже лайк басып, комментарий басыңдар. Келесте бұлдақ туралы түсіретін болады. Егер де лайк 5000 болатын болса, және комментарий 200-100 мыңдай болатын болса. 100 мың. Мінеке, достар, просто идеально болып шықты. Чили лайм. Олай болса, Ақан кеттік алдан көрейік. Давай. Сөзім жетпей қалды ғой. Вау. Күшті ма? Гениально! Да, достар, менікі прям ащы. Сочетание вообще супер, достар.
Вау. Базар ма? Ана ащы болмайды ғой саған. Тамағың ауырмай ма? Көрейік. Ой, бәрі толып кетті ғой. Асбас. Аханды күн көреміз достар. Достар, Ахандікі вообще күшті екен. Достар, Ахандікі маған ұнады, өйткені кішкене такой жұмсақ да, ащы емес, кәдімгі краб, прям күшті болып тұр сочетание. Менікі де жақсы, бірақ ащы. Давайте мне сендерге ыдысқа салып көрсетейін, вообще как он выглядит түрі. Пакеттен не жеп жатыр деп жаңа қастарына келіп көріп жатқан достарым түсінбей қалады. Вау! Достар, короче, сендер бәрін жиналып бірге отырған кезде жейтін салат, кәдімгі студенттер, школьниктар сыныпта жиналып бірге жасап жейтін салат екен. Өте оңай, және де реально өте дәмді, достар. Я советую. Но майонез орнына лучше сметана жеңдер, полезнее, чем майонез. Тауық прям сочетание күшті болып тұр. Достар, өте дәмді. Өте. Енді Ахандікін көрсететін боламын. Ахандік еще араласпай қапты ғой, достар, мына жері. Сухой болып тұр ғой Аханда. Сметананы дұрыс араластырмапты Ахан. Не болды Ахан? Ащы ма? Су. Кезде су. Достар, дубайский шоколад, 3 килограмм дубайский шоколад жасадық. Соның видеосы жуырда шығатын болады. Сонда міндетті түрде бізге тіркеліп, лайк басып, бізге комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Егер де осындай видеолар сіздерге ұнаса, ащы видеолар көргілеріңіз келсе, міндетті түрде бізге тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ал бізге болса аз болсын. Бай-бай.